Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақта біз литосфера бөлімі тақырып тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі сабағын өтетін боламыз. Оқу мақсаты тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді. Яғни бүгінгі сабақта біз тау жыныстары мен минералдардың жіктелу қажеттілігін және оның адам өміріндегі маңызы туралы айтатын боламыз. Өз елінің қаратасын сүймеген өзге елдің алтынын сүйіп жарытпас дейді Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев бұл кісі көрнекті геолог ғалым, геология минералогия ғылымының докторы, КСРО ғылым академиясының ұйымдастырушысы және оның тұңғыш президенті. Алдарыңызда Қазақстанның физикалық картасын ұсындым. Алдыңғы сабағымызда біз жер бетінің орографиясы туралы өткен болатынбыз, яғни таулар мен жазықтардың таралуы. Енді Қазақстандағы осы таулар мен жазықтардың таралуын өттік. Осы таулар мен жазықтардың ішін толтырып тұрған не деп ойлайсыздар? Әрине ол тау жыныстары мен минералдар. Енді өзіміздің орталық Қазақстанда қандай пайдалы қазбаларға бай? Несімен әйгілі біздің орталық Қазақстан, әсіресе Қарағанды қаласы? Әрине ол тас көмір деп айтамыз. Міне бұл тас көмір олар шөгінді тау жынысына жатады. Енді тоқтала кететін болса, Қазақстанның батыс аймағында, яғни Шығыс Еуропа жазық аймағында, Каспий маңы ойпатындағы Қазақстанда мұнай мен газға бай. Бұл жазықты аймақтарда шөгінді тау жыныстарына таралған. Ал енді Қазақстанның шығыс аймақтары таулы ғой. Осы Алтай тауы, Сауыр Тарбағатай, Жетісу Алатау, Тянь-Шань таулар аймақтары, бұлар магмалық тау жыныстарына бай болып саналады. Осыны біз біліп жүру керекпіз. Таулы аймақтарда магмалық тау жыныстары, жазық аймақтарда, ойпаттарда шөгінді тау жыныстары таралған. Алдарыңызда осы тау жыныстарының пайда болуы, олардың жіктелуі туралы ақпаратты оқулықтарында 70-ші бетте QR код берген. Сол QR кодтан көріп танысайық. Сәлем достар! Бүгін біз тау жыныстары мен минералдар туралы әңгімелесеміз. Тау жыныстары жер қыртысындағы қатты материалдар, ал минералдар олардың құрамында болатын табиғи заттар. Тау жыныстары 3 түрге бөлінеді. Магмалық жыныстар жердің терең қойнауында қатқан магмадан пайда болады. Шөгінді жыныстар су мен жел әсерінен қалыптасады. Метаморфтық жыныстар жоғары температура мен қысымның әсерінен өзгерген жыныстар. Ал минералдар химиялық құрамы мен құрылымы бірдей, табиғи түрде пайда болған заттар. Олар силикаттар мен тұздарға және құрамында металл бар минералдарға бөлінеді. Тау жыныстары мен минералдар жердің құрылымын түсіну үшін маңызды. Көргендей, оқушылар, тау жыныстары бұл жер қыртысын құрайтын, құрам мен қасиеттері біртекті табиғи денелерді айтамыз. Тау жыныстарының көп бөлігін минералдар құрайды. Минералдар, полиминералдар және мономинералдар деп екі үлкен топқа бөлінеді. Бұл минералдар. Ал енді тау жыныстары үлкен 3 топқа бөлінеді. Магмалық тау жынысы, шөгінді тау жынысы және метаморфты тау жынысы. Магмалық тау жынысы жердің терең қабаттарынан, жоғары температура мен қысымнан ыстық лаваның жоғары көтерілуі кезінде олар кей бөліктері жер терең қабаттарында қалып қояды қатып. Оны біз базальт деп айтамыз, яғни интрузивті тау жынысы, ал жер бетіне тасып төгілген бөлігін эффузивті тау жынысы деп айтамыз, яғни ол гранит қалыптасады. Келесі шөгінді тау жынысы. Шөгінді тау жынысы бұл қалай қалыптасады? Уақыт өте келе сыртқы күштердің әсерінен, яғни судың шаюынан, жоғары температураның әсерінен, желдің әрекетінен бұлар уақыт өте келе ұсақ бөлшектерге айналып, кейін олар шөгінді тау жыныстарын құрайды. Ал метаморфты тау жынысы бұның ерекшелігі жоғары температура мен қысымның әсерінен осы магмалық шөгінді тау жыныстарының бір түрден екінші бір күйге айналғанын байқаймыз. Мысал үшін, ақтас уақыт өте келе мраморға айналады. Уақыт өте келе. Шөгінді тау жыныстары бұл хемогенді және органогенді тау жыныстарына бөлінеді. Хемогенді, яғни химиялық реакциялар нәтижесінде түзіледі.
Булар гипс, ангидрит, магнезит, доломит, әктас және туфтарды жатқызамыз. Ал органогенді тау жыныстары бұл тірі ағзалардың қалдықтары. Уақыт өте келе олар да осындай шөгінді тау жыныстарына айналған. Бұның мысалы ретінде біз мұнай, газ, көмірді айтсақ болады. Осы қазіргі уақытта біздің көріп жүрген пайдалы қазбаларымыз, Қазақстанның өндіріп жатқан негізгі басты байлығы осы минералды шөгінді тау жыныстары біздің экономикамызда маңызды рөл атқарып тұр. Метаморфты тау жыныстары туралы айтатын болсақ, оқулықтарымызда 74-ші бетте QR код берілген. Сол QR кодтағы видеоны көріп шығуларыңызды сұраймын. Метаморфтық жыныстар тау жыныстарының жоғары температура, қысым және химиялық сұйықтықтардың әсерінен өзгеруінің нәтижесі. Жер қойнауының тереңінде болатын бұл өзгерістер метаморфизм деп аталады. Метаморфты тау жыныстары, яғни бұл магмал және шөгінді жыныстарынан түзіледі. Яғни осы бейнедегідей минералдардың кристалдануы, олардың қабатталуы, құрылымның тығыздалуы әрекеттері пайда болады, өзгереді. Яғни метаморфты тау жыныстары әктас, бағана айтып өткенде мраморға айналады, мәрмәрге айналады, гранит, гнейске айналады. Сіздерге енді осы тақырып бойынша тапсырмалар берейін деп отырмын. Бірінші тапсырма осы тау жыныстарының 3 түрінің анықтамасын жазу. Дескриптор бойынша магмалық жыныстардың анықтамасы және мысалы шөгінді тау жыныстарының анықтамасы, мысалы метаморф тау жыныстар анықтамасы мысалын жазу. Орындаймыз. Жауабы: магмалық тау жыныстары жер қойнауынан шыққан ыстық магма суығанда пайда болады. Олардың мысалында жезқазған мен Балқаштағы мыс және полиметалл кен орындары магмалық жыныстармен байланысты. Ал шөгінді тау жыныстары жел су әрекеттерімен пайда болған. Жанғыш пайдалы қазбаларды айтсақ болады: мұнай, газ, көмір. Батыс Қазақстандағы мұнай мен газ, орталық Қазақстандағы көмір мысал бола алады. Метаморфты жыныстар бұл температура мен жоғары температура мен қысымның әсерінен бастапқы күйінен басқа бір күйге өтуін айтамыз. Яғни графит, мәрмәрді мысалға айтуға болады. Бұл жыныстарға Алтай мен Жоңғар Алтауы аймақтары бай. Келесі тапсырма Learning Apps платформасында жұмысты орындаймыз. Метаморфты тау жыныстары қай процесс нәтижесінде түзіледі? Қысым мен температураның өзгеруінен. Әктас, бор қандай тау жыныстарына жатады? Шөгінді тау жыныстарына жатады. Метаморфты тау жыныстарына мысал келтір. Бұл мәрмәр. Магмалық тау жыныстары қалай түзіледі? Яғни магманың суып қатуынан. Келесі тапсырма топтық жұмыспен беріледі. Бірінші топқа минералдардың құпия тарихы. Қолдарыңызда телефон Арлопа қолдануға болады телефоннан, және мен Sketchhub сайтынан көрсететін боламын. Тапсырма агат минералының 3D бейнесін қарау, және осы дескриптор бойынша 3D модельдің ерекшеліктерін, жолақтар, кристалдарын қарау, минералдың пайда болу жолын дұрыс анықтап, дәлелдермен негіздеу. Екінші топқа да цифрлық детектив тапсырмасы. Бұнда да 3D модельмен кристалды аметист және флюориттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Дескриптормен тапсырмаларды орындаймыз. Қолдарыңызда агат минерал көрсетілген, пішіні, ондағы сызықтар бойынша айтып өтсеңіздер болады. Кристалды аметист берілген. Бұны да 3D бейнесін көріп, сипаттамасын жазыңыздар. Алдарыңызда екінші топқа берілген флюорит көрсетілген 3D бейнесі. Бұның да 3D бейнесіне қарап отырып, өзіндік ерекшелігін жазамыз. Минералының негізгі ерекшелігі бұл тау хрусталінің ең қымбат түрі. Оның қаттылығы бойынша мол шкаласында 7-ні береді. Бұл табиғатта 6 қырлы призма түрінде кездеседі. Сонымен қатар жылтырлығы шыны тәріздес мөлдір болып келген. Енді екінші топтың тапсырмасы бойынша хрусталь мен флюориттің ұқсастығы мен айырмашылығын табу. Енді біріншісіне тоқталатын болсақ, бұл аметист кварцтың, яғни тау хрусталінің бір түрі. Жылтырлығы бойынша шыны тәріздес, құрамы бойынша құрамындағы темір қоспалар мен табиғи радиацияның әсерімен ол қанық күлгін түс береді. Қаттылығы мол шкаласы бойынша 7-ні береді.
пішіні табиғатта 6 қырлы призма тәрізді болып келген. Келесі бізде флюорид, бұл видеода көргендей радуга тасы деп айтады. Әртүрлі түстермен көрсетілген. Бұл химиялық құрамы кальций фторидінен тұрады. Қаттылығы бойынша мол шкаласымен 4, яғни жұмсақ минералға жатады. Біз оны сызу қырыл арқылы дәлелдеуімізге болады. Ерекшелігі ультракүлгін сәулесін түсірген кезде бұл жарқырайтын қасиеті бар. Бұл жұмсақ минерал. Ал енді оқушылар кері байланыс сұрағына жауап берейік. Тапсырма. Алған білімімізді бағамдайық. Құрметті білім алушы, ұяшықтарды таңдап, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Тау жыныстары құрамы бойынша бір минералдан тұратын жыныстарды ата. Бұл әктас және мәрмәр. Келесі. Тау жыныстары қалыптасу жағдайына байланысты неше топқа бөлінеді? 3 топқа бөлінеді. Хемогенді жыныстары түзілу орнына қарай қалай бөлінеді? Бұл теңіздік және континенттік. Эффузивті тау жынысының ерекшелігі қандай? Бұл ыстық лаваның жер бетіне тасып төгілген бөлігі. Хемогенді жыныстар дегеніміз не? Бұл химиялық жолмен пайда болған тау жыныстары. Ал енді оқушылар рефлексия жасап жіберейік. Мен не үйрендім бүгінгі сабақ бойынша? Осы сұраққа жауап берсеңіздер, мына жерде QR берілген, осыған сканерлеп жауаптарыңызды жазып жіберіңіздер. Бүгінгі сабағымызды түйіндей келе, тау жыныстары мен минералдардың жіктелуін білдік. Енді осы жер қойнауын толтырып тұрған тау жыныстары мен минералдарды қорғау, сақтау біздің міндетіміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.